Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің алғашқы сабағымыздың тақырыбы өз денсаулығымызды сақтаймыз. Бүгінгі сабақта үйренетініміз информатика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Балалар, мына ережені есте сақтаймыз. Информатика кабинеті компьютер құрылғыларымен жабдықталған. Информатика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Жүгіруге, тамақтануға, компьютерді рұқсат қосуға болмайды. Информатика кабинетінде компьютерде жұмыс жасайсың. Кабинетте қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Мына ережелерге назар аударайық. Экран мен көздің арақашықтығы созылған қолдың ұзындығындай болу керек. Компьютерді мұғалімнің рұқсатымен қосып, өшіру керек. Компьютердің сымдарын ұстауға болмайды. Компьютерді ылғал киіммен, су қолмен қолдануға болмайды. Компьютерде жұмыс істеу уақыты 10-15 минут. Компьютердің негізгі бөліктері монитор, жүйелік блок, пернетақта, тінтуір. Балалар, компьютерде жұмыс істегенде сергіту жаттығуларын жасаймыз. Енді барлығымыз бірге мына төмендегі жаттығуларды орындайық. Басыңды оңға солға қимылдат, қолыңды жоғары соз, көзіңді ашып жұм, көздің қарашығын айналдыр. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Суретте Ерасыл қандай ережелерді сақтамай отыр? Дұрыс. Алғашқы суретте Ерасыл компьютердің алдында тамақтанып отыр. Келесі суретте қолмен сымдарды ұстап отыр. Үшінші суретте экран мен Ерасылдың арақашықтығы тым жақын. Балалар, өздеріңіздің жұмыс дәптерлеріңізді ашып, мына тапсырманы орындаймыз. Суретке қара. Дұрыс әрекеттер ұяшығын жасыл түспен боя, бұрыс әрекеттер ұяшығын қызыл түспен боя. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Ережелерді сәйкестендір. Компьютермен жұмыс істегенде жаттығу жаса. Компьютердің алдында тамақтанба. Экраннан 60-70 см қашықтықты сақтап отыр. Өте жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.